Президент белшеден қарызға батып банкротқа ұшырағалы тұрған 3 бірдей агрохолдингтің жағдайын алаңдап тиісті шаралар қабылдаңдар деп тапсырма бергенімен, ауыл шаруашылығы министрлігі бұған жөнді құлақ аспаған сыңайлы. Астық өңдейтін алпауыт компаниялардың жай не болып жатқанын вице-министр Ерлан Нысанбаевтың өзі білмей отыр. Бұл сұраққа мен жауап беру әзір емес, мен бұл саланы көріп кетпеймін, жазбаша түрде сізге бере қояйын. Ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтерге қарағанда елдегі егіс алқаптарының тең жартысына жоғын иемденіп отырған Қазэкспо астық, Иволга және Алибей агрохолдингтерінің жалпы қарыз көлемі 4,6 миллиард долларға жеткен. Егер бұл 3 бірдей компания банкротқа кетсе, аймақтарда нан тапшылығы туындап бағаның шектен тыс қымбаттап кету қаупі бар. Ал ұлттық экономика министрі мәселені шешу үшін аталмыш холдингтер орналасқан аймақ әкімдерімен бірігіп, нақты жоспар құрамыз дейді. Насколько я помню, до марта месяца разработать детальный план. Наурыз айына дейін қажетті және оларды сауықтыруды қамтамасыз ететін егжей-тегжейлі жоспар жасалады. Экономика, қаржы министрлігі қатысады, бірақ оны негізінен ауыл шаруашылығы министрлігіндегі әріптестеріміз істейді.